Қазақстандықтар жалпыға бірдей декларациялауға 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен көшеді. 2021 жылы басталған міндеттеменің 3-ші кезеңі басталды. Заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары және жеке кәсіпкерлер мен олардың жұбайлары белгіленген тәртіп бойынша өздері жайлы толық мәліметті ұсынулары тиіс. Биылғы 2024 жылы жалпыға бірдей декларациялау жүйесі барлық азаматтардың активтері мен міндеттемелері туралы декларация беруінен тұрады. Онда жеке тұлғаның барлық мынадай шетелдік активтері, жылжымалы, жылжымайтын мүлкі көрсетіледі. 2050 нысан ұсынылады. Декларацияны 2024 жылғы 15 қыркүйекке дейін тұрғылықты жері бойынша тапсыру қажет. 250 нысан жалпыға ортақ декларациялау жүйесіне кіру кезінде бір рет тапсырылады. Одан кейінгі жылдары кәсіпкер жыл сайын 270 нысан бойынша кірістері мен мүлкі туралы декларация тапсырады. Онда ол жыл бойы не тапқаны мен сатып алғанын көрсетеді. Бұл азаматтың алғашқы декларациясында не болғанын көрсетіп, кейін не пайда болғанын көру үшін жасалынады. Ендігі жылы жалпыға бірдей ортақ декларацияның 4-ші кезеңі болады. Бұл соңғы кезең болып саналады. Мұнда азаматтардың қалған санаттары, мысалы, жеке құрылымдардың қызметкерлері, зейнеткерлер, үй шаруасындағы әйелдер, студенттер және тағы да басқалары ұсынады. Осылайша азаматтардың қалған санаттарын декларациялау 2025 жылдың 1 қаңтарынан басталады. Декларацияны салық төлеуші кабинеті, электрондық үкімет веб-порталы, е-салық азамат, халық, банк, центр кредит мобильді қосымшалары арқылы ұсынуға болады. Сондай-ақ азаматтар декларацияны қағаз нұсқада пошта арқылы немесе өздері барып ұсынуға құқылы.